Әлемдік боксшылар арасындағы қалталылар тізімінде қазақстандық жалғыз боксшы бар. Ол әрине GGG брендімен кәсіпқойды шулатқан мега жұлдыз Геннадий Головкин. Бүгінгі күні қолғапты шегеге іліп, еліміздің лауазымды қызметі ұлттық олимпиада комитетін басқарып тұрған ол. Бұл жұмысы үшін 25 миллион теңге жалақы алады деген ақпараттар шыққан еді. Бірақ кейіннен боксшының өкілдері мұны растамады. Бүгінгі әңгімеміз мұндай ұсақ түйекпен емес әрине. Головкин әлемнің ең бай 50 боксшысының тізімінде 20-шы орынға жайғасқан. Forbes мәліметіне сүйенсек, экс-чемпионның байлығы 30 миллион доллардан асып жығылады. Канеломен болған әр уақыттағы жекпе-жектерде боксшы 20 миллион долларды қалтаға басып отырған. Ал трилогияда кешті ұйымдастырушылар 100 миллиондаған көк қағаздың астында қалғаны айтпаса да түсінікті. Головкинге сонымен қатар Nike, Hublot, iPhone өнімдерімен жасалған жарнамалық келісімдер де үлкен табыс әкеледі. Сонымен қатар ол Samsung компаниясының бет-бейнесі және Fini смартфондарының алғашқы амбассадоры ретінде танымал. ESPN арнасы Головкиннің жарнамадан түсетін жылдық табысы 2 миллион доллар деп көрсеткен. Сонымен қатар боксшыға жеке брендтік GGG энергетиктері сияқты бірнеше бизнес тиесілі. Және туған жері Қарағандыда оның көмір өңдейтін жеке зауыты бар. Зауытты ашар кезде боксшы өзінің шахтер отбасында туылғанын және ақшасын көмір өнеркәсібіне салып жатқанына қуанышты екенін жеткізген. Самұрық қазына басшысының айтуынша, жобаның құны 2 миллиард теңгені құрайды, жылына 500 мың тонна өнім өндіреді. Әлем чемпионы болған Головкин болашақта спорт инфрақұрылымына да ақша құйғысы келетін. Спортзалдар ашып, балаларды жетістіктерге жеткізу арманы екенін айтқан. Ең қызығы, Головкин бокстағы бір жекпе-жек үшін Хабибтің мансабындағы барлық гонорарынан да көп алады. Көбіне спортшылар тапқан ақшасына көлік секілді бұйымдар алып жатады. Головкинде бұдан алыс емес, және оның 18 жасынан көлік жүргізу куәлігі бар екенін айта кеткен жөн. BMW-ның кішігірім жанкүйері Головкин алғашқылардың бірі болып X7 мінген. Бұл автокөлікте 530 жылқының күші бар. Алайда бұл көлікті оған Қазақстандағы BMW компаниясы сыйлаған деген әңгіме бар. Шынында Головкиннің көліктері мен жылжымайтын мүліктері туралы көп ақпараттар жоқ. Дегенмен олар жиі журналистер көзіне түсіп тұрады. Жақында ғана желіде Головкиннің Астанада премьера тұрғын үй кешенінде орналасқан премиум кластағы 2 пәтері сатылымға қойылып, журналистер жарыса жазған еді. Дегенмен Головкин бұл үйлерде ешқашан тұрмаған екен. Калифорнияны екінші үйі санайтын оның үйлері мен көліктері тек Қазақстанда ғана емес, елімізді әлемге танытқан чемпионның бизнесте бұдан да табысты болуына біз тілектеспіз.